Ринат Саитов жайлы жедел хабарлама, барша хабардар болсын. Сәлем қымбат көрермен, сіз білген және сіз күткен арнаны назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін ұясына бір даналық белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз, ендеше біз басыдық. Ринат Саитов айтпақшы, егер бізде ең төменгі жалақы болса, онда ең жоғары жалақы мөлшері деген неге жоқ? 500 теңге деп айтып отырмыз ғой, ең төменгі стандарт деп. Ал трудовой стандарт деп сайрап отқан еңбек және әлеуметтік қорғау вице-министрі өзі қандай айлық алады? Ақмади Сарыбасовтың өзі 10 миллион теңге алады. Сонда олар халықтың жағдайына бейжай қарап отырады ма? Халықтың жағдайына бейжай қарап отыра бересіздер ме? Бүгін Қазақстанның әл-ауқаты жайлы айтайын. 136 елдердің ішінде 24-ші орынға тоқтады. Мұның бәрі айланып келгенде жалақының төмендігінен. Ринаттың да шырылдап жүргені осы ғой. Көбірек адамдар хабардар болу үшін видеоролигімізді қолдан келгенше достарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Алайда жақсылықты тарату, оны жасаумен тең. Сау сәлеметте болыңыздар.